жанында жүрген адамда бірақ кейде көп бет алады тыңдайды. Негізі бет алады ашып тыңдамады, бет алып жіберді. Бет алған адамдар саған келіп әңгіме айтып жатса, бет алып жіберді, бет алып. Өйткені олар негатив толып тұрған. Олар үнемі біреуді кінәлап жүреді, олар үнемі өмір сүру ұнамайды, оларға үнемі біреу кінәлап өздері таза сүттен ақ судан қалады. Сосын еш уақытта не үшін деген сұрақ қоймау керек. Не үшін? Мысалға сіз мынадай қараңыз, не үшін деген сұрақты алатын болсақ, не үшін деген сұрақты орнына қалай деген сұрақ тиімді деген. Мысалы, не үшін мен кәсіп ашуым керек дейсіз? Не үшін? Ал қалай мен кәсіп ашамын десеңіз, сіз жолда аласыз. Білесіз, кітап оқудың жақсы екен, бірақ оқымаймыз. Біз білеміз, айлықтан байлықтың жақсы екенін. Айлықта сен мысалға мынау алатын 200 мың, мен 200 мыңды бұрын айтып отырмын. Одан да төмендер бар ғой. Мысалға сол 200 мыңды сіз бір айға бөлесіз, бөліп тастайсыз. Мысалы, мынау кредиттің ақшасы, обязательно 70% кредитке кетеді. 30% былай татып, созып, сағыз құсатып, жаңағы өрлеп, түрлеп, соны жаңағы отбасына артып соруға жеткізесіз. Әйел адам рөлі қандай, еркек адам рөлі қандай, оның таңдамыз. Ғылыми түрде сол менің айтып отқан сөзім емес, мысалға. Енді қараңыздар, ер адам жаратылысынан плюс-минус деп қарайтын жоқ. Еркектердің плюсы қандай, әйелдердің минусы қандай, немесе еркектің минусы қандай, әйелдің плюсы қандай деп қараймын. Жаратылысынан еркектер плюс. Білімді Қытайдан болса да барып алыңдар дейді. Білім жолына шыққан адамның жаңағы алдында бүкіл теңіздердегі, өзен көлдердегі бүкіл балықтар салауат болып отырады екен. Яғни қалай ол пенденің жолына берекетін беріп, оған жақсылығын беріп, сізге дұға тілеп отырады екен, періштелерге дейді. Енді қараңыз сұрақтары. Енді қараңыздар, кім 30 балл жинады? Тамаша көрсеткіш. Сіз ізденуден жалықпайтын өмірлік оқушысыз. Мұндай адамдар өзінің биігінен үнемі көрінеді. Егер де сізде жаңағы жауабыңыз 30 болатын болса, сіз үнемі ізденуден жалықпайтын, және де алдыға қойған мақсатыңызға жете алатын адамсыз. Айтпаңыздар, өздеріңіздің іштеріңізде болсын. Осы уже құр күйеудің әйелдің арқасында ғана болсын. Кейде әйелдерге айтпайтын пландар да болады. Сол сияқты жаңағы қандай біреулер айтқан шығар. Біз жай келдік, содан кейін маватыр, біз шындығы керек, оны мойындау керек. Мен мына кісілердің бәрі енді бір сөзбен айтқанда жақсы деп отыр. Бірақ мен өз тарапымнан шындығы керек, енді оны мойындау керек. Медеттің бүгінгі тренингі бірінші өтіп жатқаннан кейін қолдайын деп келдім енді. Өзім араласып, құрласып отқаннан кейін қолдайын деп келдім. Бірақ мынау іс-шарада мінекей мына адам бір сөйлеп жатқанда, мына психолог сөйлеп жатыр, медет мырза өзі сөйлеп жатыр. Соның бәріне келген кезде мына уақыттың қалай өтіп кеткенін білген жоқ. Бірақ негізіне келгенде қазір обедке жібереді дегенде сояғынан ақырындап қоштасып кетемін ғой дегенмін де негізі. Бірақ енді қызығушылық мен өзімнің күнделікті істеп жүрген дүниемнен кемшілігі көп жерінде байқадым бүгін. И керек жерінде байқап, сондықтан да мінекей осы жерде қалып доказат тыңдауға мінекей енді үйренуге деген. Иә, бәрінің мақсаты жақсы деп жатыр. Ішінде ең жақсы айтқан. Алға қазақ жігіттері, сенім артқан, жансың халық үміттері, көк аспанда желбіресін көк байрағын, жаса мәңгі